Жөтел неден пайда болады және одан тез қалай құтылуға болады? Бір жөтелдің пайда болу себептері. Жөтел тыныс алу жолдарын тазартып, бөгде заттар мен шырышты шығаруға көмектесетін қорғаныс механизмі. Оның негізгі себептері. Респираторлық вирустық инфекциялар, суық тию, тұмау, коронавирус. Бұл кезде мұрын мен жұтқыншақтағы шырыш сезімтал болады, жөтел қақырық шығару мақсатында пайда болады. Бактериалды инфекциялар, бронхит, пневмония. Жөтел уақыт өте созылмалы, қақырық көп, кейде қан аралас болуы мүмкін. Аллергия, тозаң, шаң, үй жануарларының түбі. Жөтел құрғақ, түнде шиеленісе түседі. Астма және хобл, созылмалы обструктивті бронхит пен эмфизема. Мұндай жағдайда жөтел ұзаққа созылып, ентігу пайда болуы мүмкін. Құрғақ және ластанған ауа, темекі түтіні. Бұл кезде тыныс алу жолдарының шырышы кеселі сезімталданып, құрғақ жөтел жиілейді. Гастроэзофагиальды рефлюкс ауруы. Асқазан қышқылы өңешке көтерілуі арқасында, әсіресе түнде жөтел күшейеді. Екі жөтел түрлері. Құрғақ жөтел, қақырық бөлмейді, көбіне аллергиялық реакциялар мен вирустық инфекцияның бастауы кезінде байқалады. Қақырықты жөтел, бронхит кезінде шырышты қақырық шығару үшін шақырылатын жөтел. Созылмалы жөтел 8 аптадан астам уақыт бойы тоқтамайды. Бұл хобл, астма немесе рефлюкс ауруына тән. 3 жөтелден тез құтылуға арналған шаралар. 1. Демалыспен ылғалдандыру. Көбірек тынығып, төсек демалысын қамтамасыз ету. Түнгі уақытта бөлмедегі ауаны ылғалдандыру, арнайы ылғалдағыш немесе ыдысқа су қойып қою. 2. Сұйықтықты көбейту. Күнде 5-2 литр жылы сұйықтық, су, шөп шайы, бал қосылған лимонды су, ішу шырышты сұйық етіп қақырықтың шығарылуын жеңілдетеді. 3. Бал мен лимон. 1 шай қасық балды жылы суға немесе шая қосып, күніне 2-3 рет қабылдау құрғақ жөтелді басады. Лимон шырыны иммунитетті көтереді және шырышты сұйықтандырады. 4. Сауықтыру бу ингаляциясы. Қайнаған суға эвкалипт, шалфей немесе лаванда майы тамызылған буға термен бет жақын емес қашықтықтан тыныс алу. 5-10 минут жеткілікті. 5. Сауықтыру дәрмектерін қолдану. Қақырық сұйытқыштар, амбраксол, ацетилцистеин, қақырықты жұмсартады, шығуын жеңілдетеді. Жөтел басатын препараттар, декстраметорфан, құрғақ жөтел кезінде кешке қабылдауға болады. Дәрігер нұсқаған антибиотиктер бактериалды инфекция кезінде ғана. 6. Үй жағдайындағы қосымша әдістер. Желатин ваннасы. Желатинді жылы суға ертіп, қолды 10-15 минутқа батыру, тырнақ күтім әдісімен ұқсас принцип. Тұзды тампон. Жылы тұзды суға малынған мақтаны жөтел келгенде жұтқыншаққа қысқа уақытқа дейін ұстау. 4. Егер жөтел ұзаққа созылса немесе күшейсе. 2 аптадан асса, дене қызуы 38-тан жоғары болса, қақырықта қан болса, ентікпе пайда болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Созылмалы аурулары бар, әсіресе өкпе және жүрек мәселелері, адамдар дәрігердің бақылауында болулары жөн. Қорытынды. Жөтел ағзаның табиғи қорғаныс реакциясы. Оның себебін анықтап, дұрыс шара қолдану арқылы тез жеңілдік табуға болады. Вирусқа қарсы үй әдістер, су, бу, бал, лимон және қақырық сұйытқыш дәрілер алғашқы көмек ретінде пайдалы. Егер симптомдар 1-2 аптада басылмаса, немесе асқынса, маманның кеңесіне жүгіну қажет. Әрқашан өз денсаулығыңызды бақылауда ұстаңыз.